Спорт қашан пайда болды? Тарихқа үңілер болсақ, спорттың өмірге келуі діни нанымдардан бастау алатын сияқты. Ертеде адамдар Құдайға құлшылық етіп, әртүрлі ырымда билейтін болған. Олардың билері жауынгерлер мен аңшылардың қимылына ұқсайтын. Келе-келе бұл билер спорттың бір түріне айналған. Осыдан 4000 жыл бұрын египеттіктер спорттың бірнеше түрін білген. Бірақ спорт жеңіл атлетика түрінде алғаш рет Грекияда пайда болған. Біздің заманымызға дейінгі 776 жылы Грекияда алғашқы олимпиадалық ойындар өткізілген. Грекияда әртүрлі спорттық мерекелер өте көп болған. Соның ішінде ең ежелгісі және ең маңыздысы олимпиадалық ойындар. Жарыстарға 10 айлық дайындықтан өткен грек ұлтының жас жігіттері ғана қатыстырылған. Алғашқы кезде жарыстар жүгіру мен секіруден ғана өткізілсе, кейін оған күрес, бокс, найза мен диск лақтыру сияқты спорт түрлері қосылған. Это было очень давно, несколько тысяч лет назад. Много маленьких государств было тогда там, где сейчас находится Греция. Одно из них называлось Олимпией. Однажды во время состязаний на колесницах юный герой Пелопес победил царя, правителей Олимпии, и в память об этой победе стали раз в 4 года проводить здесь такие состязания. Потом к ним прибавились соревнования по бегу, а позже и по другим видам спорта. В состязаниях стали принимать участие спортсмены из других греческих государств. По народной легенде, общегреческими Олимпийские игры сделал один из любимых народных героев Геракл. Вот тогда все греческие государства договорились во время Олимпийских игр и подготовки к ним не вести никаких войн. Это очень важно. Марафонский бег. Почти 2600 лет назад в бою греков с персами недалеко от селения Марафон греки победили врага. И после этой победы они послали одного из лучших воинов Афин, чтобы он сообщил народу радостную весть. При этом 40 километров от Марафона до Афин он должен был все время бежать. Прибежал воин в Афины, крикнул: «Радуйтесь, мы победили!» И в ту же секунду он упал и умер. Его сердце не привыкло к такому долгому бегу. Вот почему спортивный бег на 40 километров, 200 метров стали называть марафонскими. В наше время на соревнованиях марафонцы должны пробежать уже не 40, а 42 километра, 195 метров. Многие спортсмены могут пробежать и значительно больше. Тоғыз құмалақ ойыны. Спорттың түрі көп. Бірі күшті болуға, екіншісі жылдамдыққа, үшіншісі табандылыққа баулиды. Ал тағы бір түрі ойлауға үйретеді. Оларға шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ жатады. Тоғызқұмалақ қазақ халқының ұлттық ойыны. Бұл ойында сүйек тастары ұяларға 9-9-дан түсіп отыруы керек. Тоғызқұмалақ жылдам есептеуді, тез шешім қабылдауды қажет ететін күрделі ойын. Тоғызқұмалақта бір ойынды жарты немесе бір күн ойнайды. Шахмат ойыны. Шахмат ойыны адамды оймен жұмыс істеуге итермелейтін қызықты әрі қиын ойын. Шахмат бұдан 1,5-2 мың жылдай бұрын Үндістанда пайда болған. Шахматты чатуранга деп атаған. Оны 4 адам ойнаған. Шахмат ойыны Үндістаннан Қытайға, Тибетке, Малайзия аралдарына, Иранға тараған. Одан кейін көршілес шығыс елдеріне, Орта Азияға да белгілі болған. 8 ғасырда алғаш шахмат жөнінен теориялық еңбектер жазған арабтар болған. Олардың қосқан жаңалығы ойынның атын өзгертіп, 4 адамның орнына 2 адам ойнайтын тәртіп қалыптастырады. Әрі король фигурасының бас уәзір ретінде ферзені енгізеді. Шах парсы сөзі, ал мат араб тілінде өлді деген ұғым береді. Сонда шахмат қазақшаға аударғанда патша өлді деп аударылады. Теннис ойыны. Теннис ойыны спорттың өте ертеден келе жатқан түрі.
ертеде гректер мен римдіктер доппен қазіргі тенниске ұқсас ойындар ойнаған. Біраз уақыттан соң француздар мұны нағыз ойынға айналдырды. Теннис сөзі француздың tenaz деген сөзден шыққан. Бұл сөз ойнаңдар деген мағынаны білдіреді. 13-15 ғасырларда Францияда жаппай теннис ойнау сәнге айналады. Бұл ойын ептілікке, жылдамдыққа үйретеді. 1529 жылы король Генрих VIII алғашқы теннис алаңын кортын салдырған. Қазіргі теннис әлемдегі ең танымал ойын. Бұл ойын сәнге айналған. Футбол ойыны. Футбол ойынның отаны Англия. Ойынның атауы ағылшынның фут, аяқ, бол, доп деген сөзде шыққан. Футбол ойыны жылдамдықты, икемділікті, шыдамдылықты дамытады.